Украина әскері басып кірді деген Ресейдің Курск облысында қазір не болып жатыр? Жаңа мәліметтерді келтірейін. Бұл облыста федералдық ауқымдағы төтенше жағдай жарияланды. Ал бұған дейін жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай болған еді. Ресейдің бұл облысында Украина әскерімен ұрыс 6 тамыздан бері жалғасып жатыр. Украина әскері Суджа деп аталатын аудан орталығы төңірегінде бекінген. 7 тамызда ресейлік әскери қызметшілер кепілге алынды деген мынадай кадрлар интернетте тарап кеткен еді. Олардың қазіргі тағдыры белгісіз қалып отыр. The Insider басылымы Курск облысында 11 елді мекен Украина әскерінің бақылауына өткенін хабарлады. Ал Forbes Курск облысында әрқайсысында 2000 адамы бар 3 бригада соғысып жатқанын жазған. Басылым бұл Украинаның ең мықты бригадалар екенін атап өткен. Украина билігі әлі күнге бұл туралы тіс жарып айтпайды. Тек Зеленский осы оқиғалардың фонында Ресей не істегенін сезінуі керек деп мәлімдеген. Ал ақш Украинаның бұл әрекетін эскалация деп санамайтынын мәлім етті. Пентагон баспасөз хатшысының орынбасары Сабриан Сингх Украина соғыс алаңында табысқа жету үшін қажетті шараларды қабылдап жатыр дейді. Бұл оқиға төңірегіндегі барлық маңызды жаңалықты әшкере Telegram арнасына салып отырмыз, сілтеме профильде.